Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті мұсылман қауым, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Әлеуметтік желідегі Жанат Бақыт деген журналистің Алла Тағала туралы айтқан ауыр сөздері мұсылмандар арасында түсініспеушілік тудырды. Осы орайда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына әр өңірден түрлі пікірлер келіп, наразылық білдірген хаттар түсуде. Жалпы шариғатта Алланың атынан жалған сөйлеу өте ауыр күнә екені айтылады. Мысалы, Алла Тағала қасиетті Құранның Әл-Ан'ам сүресінің 144-ші аятында адамдарды надандықпен адастыру үшін Алланың атынан жалғанды жалпағынан басатын пендеден өткен залым бар ма деп баяндаған. Алла сақтасын, Құдай атынан жалған сөйлеуден ауыр іс жоқ. Әсіресе Рамазан айында осындай келеңсіз сөзді айту мен үшін де ауыр. Дегенмен халық тарапынан сұрақтар жиі қойылып, наразылық білдіріп жатқаннан кейін муфтият атынан ресми мәлімдеме жасауға мәжбүр болып отырмыз. Хакім Абай айтады ғой: Алла Тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі менен өлшеусізді білуге болмайды дейді. Осы ретте барша мұсылман қауымын және барша отандастарымызды журналист Жанат Бақыттың сөзіне еріп, дәстүрлі сенімімізге селкек түсіріп, ел ішінде арандатушылық тудырудан сақ болуға шақырамыз. Қасиетті Рамазан айында бұндай ауыр сөздерді айтып, ел ішінде наразылық тудырып алудан сақ болайық. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алла Тағала тәуелсіздігімізді баянды етсін.